Жеті-шелпек тарату шариғатымызға қайшы ма? Біздің түсінігімізше жеті-шелпек тарату үрдісінің астарында әруақтың атынан елге тамақ беріп, сауабын өліге бағыштау түсінігі жатыр. Осы тұрғыдан қарағанда оның шариғатқа терістігі жоқ. Себебі жасалған жақсы амалдың сауабын өлі кісіге бағыштау шариғатымызда да бар. Енді оны неге жеті деген? Сандардың арасында жеті санын ерекше таңдалып алуы да бекер емес. Өйткені дінімізде жеті санмен байланысы айтылған үкімдер көп. Мысалы, иманның 7 шарты, 7 рет қағбаның тауаф ету, ит жалаған жерді 7 рет жуу. Шелпектің 7 санымен байланыстырылуының мәні де осында жатса керек. Қалай болғанда да, 7 шелпекті тарату үрдісінің дінге теріс деу немесе ширкке алып барар жол деу қиын. Неге десеңіз, 7 шелпек таратқан адам әруақтан медет тілеп емес, о дүниедегі өлген кісіге сауабы мен пайдасы тисін деп таратады. Оның үстіне қазіргі кезде шелпек қазақтың ұлттық тағамының бір